Мені мықты қаһарманым керемет екенін білдім бе? Қайдағы? Менікі мықты. Өйткені ол ұша алады. Сондай-ақ лазермен жауларын күйдіре алады. А менікіне ұшудың қажеті жоқ. Оның кез келген жерге өрмелеп шыға алатын арнайы ілмегі, әрі темір костюмы бар. Ал мен болса, мықты қаһарманды жақсы білем. Әрине. Оның күші қандай? Шын айтам, ол адамдарды құтқара алады. Ол кәдімгі адам сияқты көрінеді. Сондықтан оны аңғару қиын. Барлық батырлар сияқты оның да керемет көлігі бар. Бірақ ол көбіне өз күшіне сенеді. Күн сайын ол біреуге жәрдемдесуге асығады. Ол қауіп төніп тұрғанына да, ауа райы мен көңіл күйге де қарамайды. Әрине, онда мақсатын іске асыруда көмектесетін арнайы гаджеттер бар. Олар адамдардың ішінде не жатқанын анықтай отырып, адамдарды сканерлейді. Болашақ аналарды ертеңгі күнге дайындайды. Бағалы білімін ортаға салады. Бағалы білімімен бөліседі. Сенімсіздік пен қорқынышты жеңуге көмектеседі. Болуы мүмкін жазатайым оқиғалардан сақтайды. Балаға шын мәнінде не керек екенін біледі. Ата-ананың назарын маңызды нәрсеге аударады. Ауру басталмас бұрын оны табады. Зорлық зомбылықты тоқтатады. Сананы өзгертеді. Барлық қаһармандар сияқты таңдаған ісіне жан-тәнімен кіріседі. Отбасы мен балаларға қамқорлық. Ол менің сүйікті, мықты қаһарманым. Патронаждық медбике жүкті әйелдерге және жаңа туылған сәби мен жас балалары бар отбасыларына көмектеседі. Патронаждық барудың жаңа әмбебап прогрессивті моделінің пилоттық бағдарламасы өзінің тиімділігін көрсетті. Кезекте бүкіл Қазақстан. Патронаждық медбике. Бұл біздің ортамызда өмір сүретін нағыз қаһарман.